Біз көп нәрсені біле бермейміз ғой. Айтыңызшы елге. Не білдіңіз? Сіз жаңа айтып қалдыңыз, әңгіменің басында 2,5%-пен бизнес бастауға кредит алдыңыз осы аманат партиясы арқылы. Жеңілдетілген нағыз майда шелпек қой. Ешқандай банк ондайды бермейді. Еще 1 жыл отпускасымен рахатын елге айтыңызшы, қалай алу керек, не істеу керек ал? Сол кезден бастап мен уже қарсыз қоғамға полный кіріп, мына бүкіл документтерімді жинап, яғни проблемамды шештім. Енді сіз кәсіпкерсіз ғой, кейбіреулер сізге аударып жібереді, болмаса ИП-нің счеты деп оған аударып жіберген, бірақ ол арестте тұрғаннан кейін ештеңе істей алмайсыз. Бізде бірнеше әріптестер, бірнеше әріптес. Біздің өзімізде бас аяғы 10 шақты әріптес. Мына подкаст шығып, ар жағы бір отбасылық дау қайнап. Жоқ, дау айналмайды. Юристқа бардым. Аманатқа дейін бардыңыз? Аманатқа дейін бардым. Консультациясына 10 мың теңге төледім. Ең алдымен менің счетым аресттен шешілді. Өзімнің ішінде тұрған сомамды ала алатындай болдым.